Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Біз күнделікті өмірде нәруызды анықтау үшін айтып жатады, тамақ жеген кезде. Мысалы, жұмыртқа жесең, оның құрамында нәруыз бар. Ет жесең, оның құрамында нәруыз бар. Балық, мысалы, горох деген сияқты. Ал енді бүгінгі сабақта біз оларды сапалық реакциялармен анықтаймыз. Сапалық реакция зерттелетін нысандарда белгілі бір заттың болуын анықтауға мүмкіндік беретін химиялық реакцияларды біз сапалық реакциялар дейміз. Мұндай реакциялар қандай да бір сыртқы өзгеріспен жүреді. Ол түсінің өзгеруі болуы мүмкін, тұнбаның түсі болуы мүмкін, еруі болуы мүмкін, газ тәрізді заттардың бөлініп шығуы мүмкін. Бүгінгі сабақта біз түстерінің өзгерісі арқылы бақылаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биологиялық нысанда нәруыздерді анықтау. Болжам, егер органикалық заттарға әртүрлі тестілермен әсер ететін болсақ, онда түс өзгерісі қандай органикалық зат бар екенін білуіміз мүмкін. Азық түліктің құрамынан нәруызды анықтау үшін керекті құрал жабдықтар: жұмыртқа, бүйрек, сынауық, тамшыуыр, штатив. Ал енді жұмыртқаның құрамынан нәруызды анықтаймыз. Жұмыртқаның ақуызы. Енді осы ақуызға 2 мл бүйрек қоямыз. Араластырып түсін бақылаймыз. Күлгін түске боялуда. Міне күлгін түс нәруыздің бар екенін анықтайды. Айнымалыларды анықтау: тәуелсіз айнымалы концентрация, тәуелді айнымалы түс өзгерісі, бақыланатын айнымалы көлемі. Бұл зертханалық жұмыстағы қауіп қатер, мыс сульфатын қолдану, қауіптілік деңгейі орташа, қауіп қатерді төмендету шаралары, қорғаныс көзілдірігін кию және зертханалық қолғаптарды кию. Біз сіздермен зертханалық жұмысты жасадық, көрдік. Ал енді біз ол жерде күлгін түске боялғанын көрдік. Енді қараңыздар, біріншіде крахмалды анықтау болған, яғни бүйірде йод реакциясын жасадық, крахмалымыз қара көк түске боялған. Екінші біз глюкозаны анықтадық. Глюкозаны анықтаған кезде олардың түсі қызғылт сары немесе кірпіш қызыл түске боялған. Бүгінгі сабақтан біз күлгін түсті көрдік нәруызды анықтағанда жұмыртқаның ағынан. Енді қараңыздар, зерттеудің заты бізде жұмыртқаның нәруызында жұмыртқада нәруыз болды. Тәжірибе кезеңдері біз бүйрек. Оған біз қостық 2 мл жұмыртқа нәруызын қостық. Жұмыртқаның нәруызін қостық. Алынған нәтиже, міне суретте көріп тұрғанымыздай, күлгін түсті болды. Енді осы не себепті күлгін түске боялды? Соған жауап берейік. Түрлі нысандардағы нәруыздарды анықтау үшін бүйрек ерітіндісі қолданды. Оның құрамында сіздер білесіздер 2 түрлі заттан тұрады. Натрий OH-тан тұрады және купрум СО4-тен тұрады. Осы натрий OH-ымыз ерітіндінің pH көрсеткіші жоғарылап сілтілендірді. Ал купрум СО4, міне купрум СО4, қараңыздар. Осы амин қышқылдарының арасындағы, міне амин қышқылдарының арасындағы байланыстарға әсер етті. Осы амин қышқылдарының арасындағы байланыстарға әсер етті. Сөйтіп
көміртек атомдарымен қосылған кешен, яғни комплекс түзеді. Осы кешендердің пайда болуынан ерітіндінің түсі күлгін түске өзгереді екен. Сонда қараңыздар, ол мына схемада көрсетіліп тұр. Енді осы тақырып бойынша тест жұмыстарын орындайық. 4 әртүрлі тағамның құрамында зерттеуге алынады. Зерттеу нәтижелері кестеде көрсетілген. Қандай тағамның құрамында нәруыз болды, бірақ қант пен крахмал болмады дейді. Енді назар аударайық. Ада, қараңыз, бенедикт көк дейді, йод қоңыр дейді, бирюет реакциясы күлгін дейді. Б, көк, қара, күлгін дейді. С, қызыл, қара, көк, қызыл, қоңыр, көк. Енді біз бирюет реакциясында күлгін түсті болғанын көрдік, я? Күлгін бүйірде бір жауап бар, және міне 2 жауап бар. Күлгін деген 2 жауап бар. Енді алдына қарайық. Бүйірде крахмал мен йод болмады дейді. Егер йод болғанда, онда қара көк түске боялып кетуші еді. Сондықтан бізде А жауабы. Йодтың түсі қоңыр ғой, я? Ол қоңыр түсте қалады. Бенедикттің ішінде бағана купрум суы 4 көк түс береді ғой, сондықтан А деген жауап дұрыс болады. Сонда бірінші сұрақтың жауабы А, яғни өздерінің мынау купрум суы 4-тің түсі, мынау йодтың түсі, яғни бүйірде нәруіздің бар екенін дәлелдедік. Бүйрек реакциясы нәтижесінде күлгін түске боялады. Екінші сұрақ. Суретте 2 түрлі қоректік заттың, яғни X ерітіндісінде жүргізілген сынағы көрсетілген. Қараңыз, бұл жерде X ерітіндісінде қандай қоректік зат болды дейді. Міне X ерітіндісі мынау, X ерітіндісі мынау. Енді түстеріне назар аударайық. Күлгін түс дейді. Күлгін түс бағанан бері біз анықтап жатыр. Күлгін түс бұл нәруіз болғаны. Енді қызғылт сары немесе қызыл кірпіш түс, ол бізде глюкоза болғаны. Глюкоза. Ал енді анықтайық. Сонда бұл жерде нәруіз крахмал дейді, нәруіз глюкоза дейді, май және крахмал және май, крахмал және қант. Б деген қараңыздар. Біріншіде қараңыздар нәруіз, екіншіде глюкоза. Сонда бұл жердегі дұрыс жауап Б болғаны. Үшінші, қоректік заттар ұсақ қосылыстардан түзіледі. Қоректік заттар әртүрлі тесттік сынақтар арқылы анықталады. Қай қосылыс нәруіз болып табылады? Ал қарайық. Біз нәруізді, балалар, бирюет реагенті арқылы анықтадық. Себебі нерде бирюет реагенті екеу екен. Енді және қарайық, мономері. Бүйірде қараңыздар, ол амин қышқылы деген берілген, және қант деген берілген. Қантқа, балалар, бенедикт болған. Сондықтан Б деген жауап дұрыс болады. Төртінші. 4 түрлі азық түлік келесідей заттарға тексерілді. Майлар спирт арқылы, нәруіздар бирюет тесті арқылы, тотығатын қант бенедикт ерітіндісі арқылы, крахмал йод ерітіндісі арқылы. Қандай азық құрамында нәруіз және крахмал болды дейді. Ал іздейік, қазір біз нәруіздің түсі болған, күлгін болған, крахмалдың түсі қара көк болған. Енді бізден осы екеуін сұрап тұр. Енді біз плюстарды іздейміз. Қара көк, мінерде 1 плюс бар, мінерде 1 плюс бар. Сонда бұл жердегі жауап Б болған. Себебі неяқта айтып тұр, плюс ағзалық заттың бар екенін білдіреді дейді, ал минус ағзалық зат болған жоқ. Себебі бізден сұрап тұрған жоқ, бізде бана глюкозаны сұрап тұрған жоқ, және майды сұрап тұрған жоқ. Сонда Б деген жауап дұрыс болады. Осындай практикалық жұмыстарды жіберіп алмау үшін біздің арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.